Баршаңызға қайырлы күн достар, және менің YouTube каналымның көрермендері. Сіздерге сүзбеден жасалған рогаликтердің рецептін көрсететін боламын. Алдымен сүзбемізге бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, жақсылап араластырып алуымыз керек. Араласқан майымыздың үстіне қантымызды қосып, тағы да бір араластырамыз. Ұнның үстіне қопсытқышты салып, ұнмен бірге кішкене араластырыңыздар. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Және осы салмамыздың үстіне қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сіздерде ұн әркімде әртүрлі кетуі мүмкін, сондықтан ұнды 2-3 бөлікке бөліп салып илеңіздер. Барлық керек заттардың граммдарын астында батырмасын тастап кетеміз, сілтемесін. Иленген қамырымызды осында 3 бөлікке бөліп, домалақтап қоямыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыз тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Қамырымызды енді жұқа қылып жаямыз. Қалыңдығы 1-2 мм болуға болады. Салмасына әркімнің өз қалауынша. Мен мұнда салмасына қант саламын. Сіздер әртүрлі өздеріңізге ұнаған тосапты салсаңыздар болады. Ұсақтап тұралған жаңғақты салсаңыздар болады. Бұл жерде әркімнің өзінің қалауынша. Өстіп ұшпұрыштап кесілген қамырымызға салмасына қант салып, осы видеодағыдай ораңыздар. Барлық қамырымызды, үш қамырымызды бірдей жайып, барлығын дайындап алып, қызып тұрған духовкада 190-200 градуста сарғайғанша пісіріп аламыз. Пісіп шыққан ыстықтай рогаликтеріміздің үстіне сахарный пудраны сепсеңіздер, одан да дәмдірек болып шығады. Осындай үгітілмелі, ауызда еритіндей қамыр шығады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.